Жаңа Конституцияның негізгі қағидаттары мен онда көзделген өзгерістер Төле би ауданында өткен кездесудің басты тақырыбына айналды. Жиын барысында ата заңның қоғам өміріндегі рөлі, азаматтардың құқықтары мен міндеттері, заң үстемдігін қамтамасыз ету және елдің тұрақты дамуына бағытталған бастамалар жан-жақты талқыланды. Қатысушылар өз ой пікірлерімен бөлісіп, жастар мен аға буынның көзқарастары бір арнада тоғысқанын атап өтті. Кездесу ашық пікір алмасу форматында өтіп, жаңа Конституцияның ел болашағы үшін маңызына ерекше назар аударылды. 15 наурызда осы референдум өтті. Ол референдумда халықтың 9 миллионға жуық өзінің еркіменен дауыс берді. Бұнда жаңа Қазақстандағы жаңа бастамалар, жаңа идеялар жүзеге асып жатқаны баршаға мәлім. Менің ойымша 1 шілдеден бастап күшіне енген жаңа Конституция елдің болашағына бағытталған маңызды құжат. Онда жастардың білім алуына, еңбек етуіне және өз мүмкіндігін толық жүзеге асыруына қатысты құқықтар мен кепілдіктердің нақты көрінісі тапқан. Ең бастысы әр азамат заңды құрметтеп, өз құқығы мен міндетін дұрыс түсіну керек. Сонда ғана еліміздің дамуына өз үлесімізді қоса аламыз деп ойлаймын.